Ол бұяққа несін ауа райына қалай екен? Ауа райына зерттелген, жаңа түгілінетке, Франциядан, Польшадан тұқымдарын алып кет, былтыр жылы екті, 380 гектарға, оның 380 гектар екті, 80 гектарына капельный орошение жасап қойды. Енді амандық болса, ол да енді 1-2 жылда өнімін береді. Негізі ол қайдан алып келді? Польшадан? Польшадан әкелді. Польшадан негізі вообще польский сорттар, мен білетінім, ең төменгі урожай 1 тоннадан 7-8 тонна. 7-8 тонна, ал ең үлкендері 36 тонна. 25 тоннаға дейін береді деген Біз дегенде данный бойынша бірінші жылдар 12 тоннадан, кейінгі 4 жылдан бастап 36 тоннаға шейін жетеді деп отыр. Бірақ оны еске алу керек. Польшаның, енді былай орысша айтқанда, над уровнем моря дейміз ғой. Сіздің аудан 1801 метр над уровнем моря. Польша әлдеқайда төменде тұр. Оны енді мамандар өздері енді инвесторлар келгеннен кейін топырағын зерттетіп, ауа райын түгел зерттетіп, бізге қолайлы болғаннан кейін алып келіп отыр ғой. Өсет деген ниетпен алып келіп отыр. Енді осы амандық болса 1-2 жылда малина жақпауымыз мүмкін еді. Малинаның вареньесін жейміз анда. Онда малинаның урожайын жинаған кезде біз шақырыңыз. Шақырайық. Бізде жақсылап тұр, бір дәу қасықпен бізде дәмін татайық.